Мидағы ақша блоктарын қалай тексереміз? Бүгін осы видеода екі супер техника айтатын боламын. Біріншісі видео басында, екіншісі соңында айтылады. Себебі біз барлық ақпаратты қамтып болғаннан кейін жаттығу жасауға кірісетін боламыз. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі 10-15 минут уақыт сіздің өміріңізді 180 градусқа жақсы жаққа өзгертіп тастауы мүмкін. Есіңізде болсын, бір ғана сөз сізді көкке көтеруі мүмкін, немесе жерге түсіруі мүмкін. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Адияр Албай. Каналыма қош келіпсіздер. Егер каналым ұнаса, сізге пайдасын тигізсе, жазылып қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар кез келген сұрақтарыңызды комментарияға жазсаңыздар болады. Мен әрдайым кешке барлық сұрақтарға жауап беріп отырамын. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын, достар. Сонымен, миыміздегі ақша блоктарын қалай анықтаймыз? Енді қараңыздар, сізге ақ қағаз бен қалам алу керек болады. Сол жерге өзіңіздің 100 арманыңызды жазыңыз. 100 арманды жазу барысында, егер де сіз шамалап 10-15 арманда тоқтап қалсаңыз, сізде ақшаға қатысты блоктар өте көп деген сөз. Оның себептері қандай? Яғни сіз өзіңізді рамкаға кіргізіп тастағансыз, шектеу қойғансыз, иә? Сондықтан да сол шектеуден шыға алмаған кезде бізде ақша блоктары пайда болады. Яғни ақша потогы келмейді, өспейді. Қазір сіздерге тапсырма. Мына экрандағы суретке қарап көріңізші. Осы суреттерге қараған кезде қайсысы сізге жақын? Соны анықтаңыз. Одан кейін бұл суретке қараған кезде сізде қандай сезім болады? Ең бірінші қандай сезім шықты, соны жазыңыз. Комментарияға жазыңыз. Мен әр қайсыларыңызға бұны анықтап беретін боламын, иә? Бұл қандай сезім, қандай блоктар болуы мүмкін, иә? Бүгін сіздермен осы видеода көп практика жасайтын боламыз. Сондықтан барлығын орындасаңыздар, сіздерге көмек ұшы тиетін болады. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Достар, видеоны жалғастырмастан бұрын сіздерге консультация туралы ақпарат айтып өткім келеді. Егер де сізде қазір отбасында бір мәселелер болса, бала тәрбиесінде, ақшаға қатысты, жалпы мақсат, арман, өзіңізді өмірде таба алмай жүрсеңіз, сіздерді консультацияға шақырамын. Егер Алматы қаласында болсаңыз, офлайн консультацияға келе аласыз. Егер басқа қалада болсаңыз, онлайн консультацияға жазыла аласыздар. Яғни видеозвонокпен сіздермен танысып, барлық мәселелеріңізді шешуге атсалысатын боламыз. Номер мінекей осында, хабарласыңыздар, келіңіздер. Сонымен қатар бізде ақша потогына қатысты көптеген электронды кітаптар бар. Сондықтан да күтемін. Енді қараңыз, бұл тапсырманы орындаған кезде сіздің миыңыз өте қатты қарсыласатын болады. Сол кезде прям ішіңізге, ішкі жан дүниеңізге, ойларыңызға прям анализ жасаңыз, иә? Сізде қазір ішіңізде не болып жатыр? Қандай қарсыластар шығып жатыр? Жазып алсаңыз да болады. Яғни ми не істейді? Ми осы кезде, мына сіз өзіңіз шектеуден шығып, рамкалардан шыққан кезде ми логикаға сала бастайды. Яғни сіздің жүрегіңізді, армандарыңызды жабуға тырысады. Логика деген не? Бұл ол қалай келеді, ол қалай орындалады, ол мүмкін емес, менің өмірім ондай жаққа өзгеру мүмкін емес, мен оған лайықты емеспін деген сияқты нәрселер келе бастайды. Осымен күресу керек. Күресе білсеңіз, сіз жеңесіз, иә? Өмір жалпы өзі ағымы сондай ғой. Сондықтан да жақсы жақты біз көбірек ойлауымыз керек. Мысалы, қандай армандар болуы мүмкін, иә? Мен шетелге қыдырғым келеді, шетелді аралағым келеді, иә? Я хочу путешествовать, мысалы, үлкен үй алғым келеді, машина и так далее, иә? Брендовый сумкалар. Сол кезде мен оған лайықты емес, ол мүмкін емес, оған таныс керек, оған күшті күш керек, күшті білім керек деген нәрселер шығады. Осымен күресуіміз керек. Яғни осы кезде жоқ, мен оған лайықтымын. Мен де бұл өмірге жайдан жай келген жоқпын. Мен де күштіге лайықтымын. Я имею право жить хорошо. Осындай нәрселерді міндетті түрде айтамыз. Яғни бұдан қандай қорытынды шығарамыз? Яғни адамда логика деген нәрсе бар, және ғажапқа сену, магияға сену деген нәрсе бар. Яғни біз ғажапқа сене бастаған кезде әрине бізге бәрі аспаннан ақша түспейді. Бірақ та бізге не келеді? Бізге күшті идеялар келеді. Бізде күшті мүмкіндіктер келе бастайды. Бір күшті жұмыс ұсыну мүмкін. Әйтеуір бір нәрселер, бір жақсылықтар өзгере бастайды. Осы кезде үшінші нәрсе, егер сіз әрекетке бірден көшіп кетпесеңіз,
яғни бірден сол идеяны асыруға, жүзеге асыруға кірісіп кетпесеңіз, ол орындалмайды. Яғни біз егерде бірден әрекетке көшпесек, бізге береке келмейді. Неге? Өйткені әрекет бірден жасалмаған кезде адамның эмоциясы кетіп қалады, энергиясы кетіп қалады, уақыты кетіп қалады, иә. Одан кейін ол ары қарай тоқтата берген сайын оның қорқыныштары көбейе береді, иә. Сондықтан да тәуекелге барып, бірден бастап кетуге, бірден жасауға ақылды қосып, қаржылай сауаттылығыңызды қосып, бүткіл күш қуатыңызды қосып, келген арманға, келген идеяларды орындауға әрекет жасаңыз. Әрекет болған кезде ғана бізге береке келе бастайды. Соны есімізден шығармаймыз. Сонымен сіздерге уәде еткендей, екінші супер техника, достар, бұл ақша блоктарын, именно сізде қандай ақшаға қатысты блоктар бар, соны анықтайтын боламыз. Қараңыздар, экранда қазір сурет пайда болады. Осы суретке қараған кезде не көріп тұрсыз? Қандай сезімдесіз? Және ең әуелі сізге қандай ой келді? Ең әуелі қандай ой келді? Прям осы сұраққа қандай бірінші жауап келді, сол дұрыс жауап деген сөз. Яғни сіз өзіңіздің жауабыңызды тапқаннан кейін комментарияға жауабыңызды тауып жазып кетіңіз. Мен сізге, нақты сізге қандай сізде ақшаға қатысты блок бар, яғни ол негатив ойды позитив ойға қалай ауыстыруға болады, сол туралы жауап қайтаратын боламын. Міндетті түрде жасаңыздар, достар, өйткені бір ғана нәрсе, бір ғана сөз біздің өмірімізді кәдімгідей жақсы жаққа өзгертіп жіберуі әбден мүмкін. Бұл техника өте жақсы жұмыс жасайды. Егер де сіз ары қарай осы техникадан кейін жұмыс істегіңіз келсе, ары қарай барлық мықты блоктарыңызды тапқыңыз келсе, консультацияға келіңіз. Мен Алматы қаласында тұрамын. Офлайн немесе онлайн таңдасаңыз болады. Басқа қалада болсаңыз, әрине онлайн таңдасаңыз болады. Міндетті түрде сіздермен барлық блоктарыңызбен жұмыс жасайтын боламыз. Балалық травма, неге ақшаға қатысты сізде осындай ойлар бар, ақша туралы негатив ойлар сізде қай кезден басталды, кім сізге ақша аз келеді бұл өмірде, сен лайықты емессің деген ойлар сізге кім миыңызға құйды, осылармен жұмыс жасайтын боламыз. Үлкен жұмыс, сондықтан да күтемін. Сонымен қатар ақшаға қатысты біздің электронды кітаптарымыз бар. Оларды алып оқып көріңіздер. Сонымен қатар сіздерге ол да көмегін тигізетін болады. Ал мен бүгінге аяқтаймын. Алдағы уақытта тағы да тамаша видеолармен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің каналыма жазылып қойсаңыздар болады, әйтпесе видеоларды өткізіп аласыздар. Келесі көріскенше күн жақсы, достар. Егер бойыңыздағы өкпені, агрессияны, жалпы өткенге өкініш туралы ойлардан арылғыңыз келсе, бүгін YouTube каналымда бос орындық техникасын жасайтын боламыз. Сондықтан жіберіп алмаңыздар, әрі қарай қарауға кеңес беремін. Ал сіздермен әдеттегенше Адияр Албай, каналыма қош келіпсіздер. Егер шын мәнінде менің каналым ұнаса, пайда тигізсе, міндетті түрде каналыма жазылып қойыңыздар, өйткені сіз кейін уведомление көре алмай қаласыз. Сонымен қатар, егер бұл видео шынымен ұнап, көңіліңізден шығып жатса, міндетті түрде өз ойыңызды тастап кетіңіз, лайк басып кетіңіз. Бұл мен үшін прям кәдімгідей үлкен мотивация, обмен энергия болады, бізде. Бұл ақша потогына әсер етеді. Сондықтан да көп ұзамай мен бүгінгі тақырыпты бастайын.